Павлодар қаласындағы көркем мешіт. Ол атақты қазақ ақыны әрі діни қайраткердің құрметіне аталған. Машһүр Жүсіп. Мешіт 2001 жылы салынған. Кең зал 1500 адамға арналған. Үлкен хрусталь шам Ташкентте жасалған. Зал әдемі өрнектермен безендірілген. Екінші қабатта әйелдерге арналған зал орналасқан. Мұнда діни мерекелер өтеді. Ғимараттың өзі күмбез пішінінде салынған. Және оның айналасында 4 мұнара орналасқан. Мешіт Павлодардың маңызды рухани орталығына айналды.